Барлықтарыңызға сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Нұрбану, жасым 35-те. Әрине таңғалып отырған шығарсыздар, 35 жаста осылай жас көрінеді. Барлығы маған айтады, көшеде де, жұмыста да өте жас көрінесің деп. Бұл әрине комплимент. Сіздерге бүгін мен 35 жаста осылай жас көрінудің қыр-сырын түгел айтатын боламын. Видеоны өткізіп алмаңыз, соңына дейін қараңыз. Және де каналға подписаться етуді, және де қазақ тілді контентті біргелікті қолдайық. Біздің ютубымызда қазақ тілді контенттер өте аз, сондықтан бір-бірімізді қолдап, комментарий жазып, поделиться батырмасын басып, лайк басуды ұмытпаймыз. Достар, ал ендеше бастайық. Жалпы мен жасым 35-те. Жас көрінудің қыр-сырын айта кетсем, мен бірінші жұмыс істейтін жерімді айта кетейін. Мен офисте жұмыс жасаймын. Азанғы 9-дан 6-ға дейін 5 күндік жұмыс, 2-ақ күн демалыс. Әрине стрессовый жұмыс деп айтсам да болады. Нервный коллектив енді ужасный коллектив. Бір-бірін жұлып жеп жатқан адамдар, солардың арасында әйтеуір выживать етіп өзімізді стресстен сақтап жүрміз. Коллектив туралы келесі видеода сіздерге айтып беретін боламын. Жұмысым туралы сіздерге толықтай видеода көрсетіп, коллективім туралы сіздерге келесі видео жасайтын боламын. Ал ендеше айтайық. Бірінші пункт жас көрінудің әрине ол зиянды әдеттерден аулақ болу керек. Алкоголь, темекі шегу, ондайдан мүлдем аулақ болу қажет. Алкогольді білетін шығарсыздар, организмді өлтіреді, бауырға өте зиян. Алкогольді көп ішетін кісілер былайша айтқанда тупить ете бастайды, ақмақ бола бастайды. Бұл рас, ғылыми дәлелденген. Жалпы бұл зиянды әдеттерден аулақ болу қажет. Екінші фактор жас көрінудің қанттан мүлдем бас тарту қажет. Қант бұл организмнің бұл да жауы. Қант, неғұрлым қанты бар құрамында тағамдарды қолдансаңыз, тез қартаясыз. Және де қант диабеті қазір көбейіп кетті. Балалардың арасында, жастардың арасында көбейіп кетті қазір қант диабеті. Шынын айтсам, мен қанттан бас тартқаныма 10 жылдан асты. Бетімде ешқандай угри, жаңағы қалай қызыл нелер болады, угри, ондай нелер, аллергия ондай жоқ. Көріп тұрғаныңыздай, мен қанттан түгел бас тарттым. 2 шай қасық қантты қызыл шайға, жаңағы сүті бар шайға қосып іше беретін, бұл мүлдем болмайды. Содан кейін адам қартайған сайын, яғни енді 18 жастан кейін қартаю процесі жүреді ғой. Жоқ, 18 жастан емес, 22 жастан кейін адамда қартаю процесі жүреді. Сондықтан мынау сүті бар тағамдарды, енді айраннан басқа сүті бар тағамдардан бас тарту керек. Сүт только жаңағы балаларға ішуге болады, бірақ үлкендерге не советую сүтті ішуге. Үшінші факторды айта кетсем, стресстен аулақ болу қажет. Жаңағы стрессовый ситуациялар әрине біздің өмір сүріп жатқан қоғамымызда барлығы стресс. Адамдардың бәрі нервный, ұрысқақ, және де бәрінде кредит, ипотека, бала-шаға, бәрін түсініп отырмын, бірақ өзіңізді стресстен аулақ ұстауыңыз керек. Мысалы, мен жұмысым коллективім өте нашар, айтатын болсам. Бәрі ұрысқақ адамдар, өсек таситын адамдар, ұрыс керіс, сондай жер. Бірақ сонда да мен өзімді олардың провокациясына берілмей, өзімді стресстен қорғап жүрмін. Жалпы мен барлық негізгі факторларды айтқан сияқтымын. Егер сіздің ойыңыз, өзіңіздің жеке пікіріңіз болса, бұл туралы комментарияға жазып қалдырсаңыз, мен әлбетте оқимын.
және де бұл видеоның астына лайк басып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Әлбетте тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ тілді контентті біргелікті қолдайық. Келесі видеода көріскенше.